Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бүкіл Шығыс Азияда, соның ішінде Қытайда, Оңтүстік Кореяда және Жапонияда косметикалық өнімдердің танымал ингредиенті болып табылатын күріш ұнының үйде жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Өте пайдалы ақпарат болмақ, сондықтан видеоны сақтап алыңыздар, соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бұл рецепті сіздер жан-жақты бағытта пайдалансаңыздар болады, яғни асхана бағытында да пайдалансаңыздар болады. Кез келген күріштің ұны қосып жасалынатын тағамдарға қолдансаңыздар болады, немесе маска ретінде пайдалансаңыздар да болады. Мен маска үшін жасап жатырмын, сондықтан аз ғана мөлшерде жасайтын боламын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты көбірек етіп жасасаңыздар да болады. Біз ең алдымен өзімізге керекті болған күрішті ыдысымызға салып алып, көп мәрте, яғни 7-8 мәрте жақсылап жуып алатын боламыз. Суымыз тұп-тұнық болам дегенше қайта жақсылап жуып алатын боламыз. Жуып тазалап алынған күрішімізді осылай сүлгінің үстіне салып кептіруге жіберетін боламыз. Қатты кептіріп қажет емес, кішкене намдалған уақытқа дейін кептіріп алатын боламыз. Бұл үшін маған 1 сағаттың көлемінде уақыт керек болды. Осылай қолмен ұстап көрген кезде кішкене нам болып тұру қажет, сонда күрішіміз жақсылап езілетін болады, ұнтақ күйіне келетін болады. Қатты құрғап кететін болса, оны ұнтақ күйіне келтіруге біздің блендеріміздің күші жетпейді. Сондықтан осылай нам күйінде салып, блендердің көмегімен, немесе сіздің үйіңізде кофе машина болатын болса, сол кофе машинаның көмегімен жақсылап езіп, ұнтақ күйіне келтіріп алатын боламыз. Мен 2 бөлікке бөліп салдым. Ең бірінші жартылай майдалап алдым, яғни соңына дейін емес, содан кейін қалған жартысын салып, оны да жартылай күйде майдалап алып, соңында барлығын бірден салып, жақсылап ұнтақ күйіне келгенше ұзақ уақыт блендерлеп алатын боламын. Мінекей, біздің ұнымыз дайын. Дәл осылай қолдана берсеңіздер болады. Немесе бұдан есе ұнтақ болғанын қаласаңыздар, осылай електің көмегімен өткізіп алсаңыздар, кәдімгі ұн сияқты ұнтақ болып ажыралып шығатын болады. Осылай ірілеу қалып қойған массамызды қайтадан блендерге салып, оны жақсылап езіп, оны қайтадан електен өткізіп, осылай дәл осылай реттікпен ұнды дайындап алатын боларсыздар. Яғни електен өткізіп жатқан кезде електен өтпей қалған кішкене ірілеу күріштерімізді осылай қайта блендердің көмегімен майдалап алып, оны қайтадан осылай електің көмегімен өткізсек, кәдімгі ұнтақ ұнымыз дайын болып шығатын болады. Сонымен біздің үй жағдайында өте қолжетімді жолмен жасалынған күріш ұнымыз дайын. Менің видеом сіздерге пайдалы болып жатса, өте қуаныштымын. Егер де видео сіздерге ұнап жатса, лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте пайдалы видео рецептермен бөлісетін боламын. Сонымен қатар тегін мастер-класстар да және де авторлық рецепттер де болатын болады. Ал сау болыңыздар.